Сәлем достар, бұл видеода біз элементтердің оқылуын, қышқылдар, негіздер туралы білетін боламыз, және қышқылдар, негіздердің жіктелуі, оларды қалай дұрыс оқу керектігін үйренетін боламыз. Су тек H деп оқылады. Белгісі осылай жазылады. Бұл элементті гелий деп оқимыз. Гелий. Литий, бериллий, бор, көміртек С, азот N, оттек О, фтор F, неон, натрий, магний, алюминий, силициум немесе кремний, фосфор P, С күкірт, хлор, аргон, калий, кальций, скандий, титан, ванадий, хром, марганец, феррум немесе темір, кобальт, никель, купрум немесе мыс, цинк немесе мырыш, галлий, германий, мышьяк, селен, бром, криптон, рубидий, стронций, итрий. Литий 2О, бериллий О, бор 2О3, СО2, N2O3, N2O5, О фтор 2, натрий 2О, магний О, алюминий 2О3, силициум О2, По2О3, По2О5, СО2, СО3, хлор 2О7, калий 2О, кальций О, галлий 2О3, германий О2, мышьяк 2О3, мышьяк 2О5, селен О2, бром 2О, рубидий 2О, стронций О, индий 2О3, қалайы О2, сүрма 2О5, телур О3, йод 2О5, цезий 2О, барий О, талий 2О3, плюмбум О2 немесе қорғасын О2, висмут 2О5. Бізде негіздік оксид сумен әрекеттесіп негіз түзеді екен. Негіздер деп айтады, немесе гидроксидтер деп те атайды. Ал гидроксидтер негізінен екі бөлінеді, негіздік және екідайлы. Калий OH, натрий OH, кальций OH2, цинк OH2, феррум OH3, бериллий OH2. Ал қышқылдық оксидтер сумен әрекеттесіп қышқыл түзеді. Құрамында оттегі болу-болмауына байланысты олар оттекті және оттексіз деп екіге жіктеледі.
Бірінші оттексіз қышқылдар H фтор, H хлор, H бром, H йод, H2S. Оттекті қышқылдар HNO3, HNO2, H2SO4, H2SO3, H2 силициум O3, H3 PO4. Сонымен қатар қышқылдар негізінен сутектің санына байланысты олар бір негізді, екі негізді, үш негізді болып бөлінеді. Яғни қышқыл құрамындағы сутектің саны нешеу болса, сонша негізді деп айтатын боламыз. Яғни бір сутегі болса, бір негізді, екі сутегі болса, екі негізді деген сияқты бөлінеді. Бір негізді қышқылға H хлор, HNO3 айтуға болады, яғни бір ғана сутекті көруге болады. Екі негізді H2S, яғни бұл жерде екі сутек. H2SO4. Үш негіздіге H3PO4, яғни үш сутексі бар.